Тарих көп нәрсені жазған жоқ, бірақ қазақтың даласы ештемені де ұмытқан жоқ. 1930 жылдар қазақтың ғасырлар бойы көшпелі өмірі бір күнде ескірді деп жарияланды. Мал тартып алынды, ауылдар күштеп бұзылды, қоймалар етке толып шіріп жатты, бірақ сол қоймалардың сыртында қазақтар аштан үзіліп жатты. Бұл табиғи апат емес, бұл соғыс емес, бұл қолдан жасалған ашаршылық еді. Қасақана жасалған өлім болатын. Аштық келгенде халықтың көзі қарауытып кетті. Балалар шешесінің құрсағында жан тапсырды. Адамдар ағаштың қабығын жеді, тері мен сүйекті қайта қайнатып жеді. Тірі қалу үшін өлексеге таласты. Құтылу үшін жұрт жан жаққа босып кетті. Олардың көбінің жолы мәңгілікке үзілді. Сол қаралы жылдары әрбір үшінші қазақ жоқ болды. Шамамен 1,5–3 миллионнан астам адам із-түссіз кетті. Бұл жай ғана сандар емес, бұл үзілген үміт, бұзылған тағдыр, үзілген ұрпақ еді. Ал аман қалғандар ше, олар ештеме айта алмады, үндемеді. Өйткені айтуға қорықты, қасірет тек сыбырмен ғана ұрпақтан ұрпаққа жетті. Сол себепті бүгінгі қазақтың бойында әлі күнге дейін жоқтықтан қорқу, тәуекелдіктен қашу, ертең не болады деп алаңдау бар. Бұл жай мінез емес, бұл сол зұлматтың ДНК-ға дейінгі сіңген ізі. Бүгін біз аш емеспіз, бірақ ұлттың жан жарасы әлі жазылған жоқ. Ал ең өкініштісі болса, сол қасіретті жасаған билік ешқашанда кешірім сұраған жоқ.